Hello everyone! Бүгінгі сабақта present perfect пен past simple шақтарының айырмашылығын айтатын боламын. Present perfect шағы қазақ тілінде жоқ болғандықтан көбіміз жаңылысатын шақтың бірі. Оның орнына қазақ тілінде біз өткен шақты қолданамыз. Ал present perfect, past simple туралы менің арнайы сабақтарым бар. Жоғарыда сілтемесін қалдырамын. Сол сабақтарды қарағаннан кейін осы сабақ түсініктірек болады. Present perfect'тің past simple'дан ең басты айырмашылығы, present perfect қазіргі уақытпен байланысты болса, past simple'дың қазіргі уақытпен еш қатысы жоқ. Мысалы, мұнда present perfect шағында сары жолақша қазіргі уақытқа тым жақын орналасқан. Ол дегеніміз, әрекет қазір жақында аяқталды, немесе бұрын аяқталса да, қазіргі уақытпен қатысы бар. Байланысты. Мысалы, my father has phoned me. Әкем маған телефон соқты. Әкемнің маған телефон соққаны көп уақыт өте қойған жоқ. Ал егер my father has just phoned me десек, әкем маған жаңа ғана телефон соқты деген болады. Ал just present perfect'те қолданылатын маркер сөз жаңа ғана дегенді білдіреді. Ал past simple шағында екінші сызбадағы сары жолақша қазіргі уақыттан біршама алыста орналасқан. Яғни, қазіргі уақытпен еш байланысы жоқ, өткен уақытты көрсетеді. Мысалы, my father phoned me yesterday. Әкем маған кеше телефон соқты. Кеше соқты, бүгін емес. Ол уақыт аяқталды. Сондықтан өткен уақытты білдіріп тұр, past simple шағында қолданылады. Ал аяқталған уақытқа, мысалы yesterday, last week, 2 days ago деген сияқты үстеу сөздер ол тек қана past simple шағында қолданылады. Ал олар present perfect'те қолданылмайды. Енді сөйлемдерді талдап көрейік. Бұл сөйлемдер present perfect пе, әлде past simple шағында қолданыла ма? Жақшаны ашып, дұрыс формада қоямыз. Бірінші сөйлем I just see Әсел. Жақшаны ашып, дұрыс формада қоямыз. Бұл сөйлемді present perfect'ке аударамыз. Себебі just present perfect'те қолданылатын үстеу сөз. Just жаңа ғана деп аударылады. I have just seen Әсел. Мен Әселді жаңа ғана көрдім. Seen, see етістігінің үшінші формасы. Just, have пен seen ортасында тұруы қажет. We see a wonderful film yesterday. Бұл сөйлемді past simple'ге аударамыз. Себебі yesterday, кеше деген үстеу сөз present perfect шағында қолданылмайды. Бұл сөйлем қазіргі уақытпен байланыспайды. We saw a wonderful film yesterday. Біз кеше керемет фильм көрдік. So, see етістігінің екінші формасы. See, бұрыс етістік. Асқар know Anwar for ages. Бұл сөйлемде for ages қолданылғандықтан present perfect болады. Асқар has known Anwar for ages. Асқар Ануарды бұрыннан біледі. Known, know етістігінің үшінші формасы бұрыс етістік. Ол Ануарды тануын тоқтатқан жоқ, яғни өткен шақта бұл сөйлем қолданылмайды. I know her since childhood. Since present perfect'те қолданылады. Since childhood, балалық шақтан бері. Сондықтан I have known her since childhood болады. Мен оны балалық шақтан бері танимын. I earn much last year, but I earn a lot this year. Мен өткен жылы аз табыс таптым, ал осы жылы көп табыс таптым деген сөйлем. Бірінші бөлігінде last year тұрғандықтан past simple өткен шақ болады. Етістікті өткен шақта қоямыз. Earn етістігі дұрыс етістік, сол үшін ed жалғаймыз. Earn, earned. Ал екінші бөлігінде this year, осы жылы әлі аяқталған жоқ, сондықтан present perfect болады. I earned much last year, but I have earned a lot this year. Мен өткен жылы аз табыс таптым, ал осы жылы көп табыс таптым. You ever been to France?
Ever көбінесе present perfectте сұрақ қойғанда қолданылады. Have you ever been to France? Францияда болып көрдің бе? Been етістігінің үшінші формасы сұраулы сөйлемде have, has бастауыштың алдына шығады. Бексұлтан not play golf 5 years ago. Бұл сөйлемде 5 years ago 5 жыл бұрын деген өткен уақытты білдіріп тұрған маркер сөз бар. Сол үшін past simple сөйлемі. Бексұлтан didn't play golf 5 years ago. Бексұлтан 5 жыл бұрын гольф ойнамады. The guys not buy the tickets yet. Бұл сөйлемде yet келгендіктен present perfect болады. Yet әлі деп аударылатын үстеу сөз болымсыз сөйлемде сөйлемнің соңында қолданылады. The guys haven't bought the tickets yet. Жігіттер билеттерді әлі сатып алмады. Bought buy етістігінің үшінші формасы. We never be to Egypt. Бұл сөйлемде етістікті present perfectте қоямыз, себебі осы уақытқа дейінгі тәжірибені көрсетіп тұр. Яғни осы уақытқа дейінгі болған тәжірибе немесе болмаған тәжірибе туралы айтқымыз келсе, present perfect жағын қолданамыз. We have never been to Egypt. Біз ешқашан Мысырда болып көрмедік. Never өзі ешқашан деген болымсыз мағына беретіндіктен haven't емес, have деген дұрыс. Мысалы, we haven't never been to Egypt емес, we have never been to Egypt деген дұрыс. They watch 5 films today. They have watched 5 films today. Олар бүгін 5 фильмді көрді. Себебі today бүгінгі күн әлі аяқталмады. Watch дұрыс етістік болғандықтан ed жалғанады. Watch, watched. Бұл сөйлем present perfect жағында қолданылады. Айжан never like Chinese food. Айжан has never liked Chinese food. Айжан ешқашан Қытай тағамын ұнатқан емес. Бұл сөйлем present perfect жағында қолданылады, себебі осы уақытқа дейінгі тәжірибе туралы айтылып тұр. When you pay the bill. When сұраулы сөзі past simple де қойылады, ал present perfectте how long деген сұраулы сөз қолданылады. When did you pay the bill? Сен шотты қашан төледің? Where you be all this time? Where have you been all this time? Осы уақыт бойы қайда болдың? All this time осы уақыт бойы бұрын басталып, қазірге дейінгі кезеңді көрсетіп тұр. Сондықтан present perfect жағында қолданылады. Police catch the criminal yesterday. Police caught the criminal yesterday. Полиция қылмыскерді кеше ұстады. Yesterday тек past simple өткен шақта қолданылады. Сондықтан бұл сөйлем өткен шақтың сөйлемі. Catch бұрыс етістік, сол үшін оның үшінші формасы caught болады. Ал енді соңғы сөйлем. Don't be afraid, the police already catch the criminal. Don't be afraid, the police has already caught the criminal. Қорықпа, полиция әлдеқашан қылмыскерді ұстады. Already present perfectте қолданылатын маркер сөз уже әлдеқашан деп аударылады. Әрі don't be afraid, қорықпа деуі әрекеттің жақында болғанын білдіріп тұр.